Бәріне сәлем. Бүгін таңертең далаға шығып погоданы көрейін десем, ужас, есік алдын қараңыздар, тап-жаңға, есік алдына түнімен осылай қар деген енді үйіп жауып тастаған ғой. Қой енді мына қардың барлығын тазалау керек деп зытып комнатаға кірдім. Қалың киімдерімді киіп алайын, одан мынау суықтан қорғайтын Невеяның кремін жағып алайын дедім. Өте керемет көмектеседі. Дала қатты аяз, арық, мына майы жоқ беттерім жаурап қалмас үшін осылай қорғанамын. Бұл кремді үйде жолдасым екеуміз ғана жағамыз, өйткені менің кожам андай сухойда тез жарылып кетеді. Өте керемет крем, бетті жұмсартады, жылтыратады, және де күн суық кезде осы бетіңізді қорғап тұрады. Сіздер де қолданып көрсеңіздер болады, қыздар. Ал енді баламның көк шапкасын мінекей өстіп киіп алдым да, баламнан енді сұрай тұрдым, мені қарызға бере тұршы, балам кішкене киін деп. Ол бергісі келмейді, мама соз жібересіз деп. Сонымен үстіме тедейімді киінде далаға атып шықтым. Галошымды киіп алдым да, мына бірінші тапчанан бастайын дедім. Қарды қараңыздаршы, бүкіл жерге жауып тастаған, жартысын балам сыпырып қойыпты. Кілемді былай алып тастадым, қош керегің жоқ сенің деп ше. Сөйтіп қарлардың барлығын бүйтіп сыпырып столдарға шейін қар басып тастаған ғой. Қолым қатқан соғыма. Білмеймін, осындай кезде бір асыққан кезде перчатка да таппай қаласың. Қолғабым қайда қалған білмеймін. Хорошо, что мына Невеяның кремін жағып алдым ше, күн суықтан қорғап тұрады ғой. Қар жаумады, биыл да жаңа жылды қарсыз өткіземіз ба деп уайымдап едік. Мінекей сіздерге мә саған деп 2 күннен бері қар тоқтаусыз жауып жатыр ғой. Есік алдын қашан бітемін, биыл бітпеймін ғой дедім. Кім көмектеседі екен дедім де, шамам келетін жерлерді күредім. Bir кезде қарап қалсам, қайнағам шығыпты, далаға тоже погоданы көрейін деп, қайнағама жүгірем деп тайып кетсем бола ма, ойбай дедім да, жүгіріп келдім де, қайнаға кішкене қарды тазалауға көмектесіп беріңізші дедім. Қайнағам қабағы түсіп кетті да, әкешкән күрегіңді көрейін деді да, бүйтіп практика жүзінде көрді да, ойбай мынау күрегің ауыр ғой, қош өзің тазалап еш келін деді. Ой жарайды дедім, ешкімге жалынбай ақ өзім тазалап тастаймын деп, дальше жұмысыма кірісіп, мынаның барлығын обедке шейін өстіп күреп тастадым ғой. Ал алғашқы қарларыңыз құтты болсын.